Сәлем достар, сіздермен бүгін шакшука таңғы асын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа, қызыл сары бұрыш, пияз, сарымсақ, қызанақтар қажет болады. Содан соң өзіңізге ұнайтын аскөктер, тұз және қара бұрыш. Ең алдымен барлығын ұсақтап турап аламыз. Ең алдымен қызып тұрған табаға пияз бен сарымсақты салып, 5 минут шамасында қуырамыз. Содан кейін тәтті бұрыштарды салып, тағы да 5 минут шамасында қуырамыз. Қызанақты салып, тұзын бұрышын дәміне қарай саламыз. Содан соң 10-15 минут шамасында пісіреміз. Келесі қатты қызып тұрған салмамызға жұмыртқаларды салып, дәміне қарай тұздап, қызып тұрған оттан алып, бетін жауып, 7-8 минут шамасына қойып қоямыз. Кейін бетіне аскөктерді сеуіп, ыстық нанмен берсеңіз, керемет дәмді таңғы ас болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.